Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздерге өте керемет торт сияқты пирог жасап көрсететін боламын. Туған күндерде немесе басқа тойларда осы пирогты жасап көрсеңіздер болады. Алдымен біз бөлме температурасында тұрған сары майымызға қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап майымызбен қантты араластырып алатын боламыз. Қант пен майымызды жақсылап біріктіріп алған соң, үстінен бір жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап бір араластырып жіберетін боламыз. Ары қарай електен өткізіп алған ұнымызбенен бір шай қасық қамыр қопсытқышымызды салып, жұмсақ қылып қолымызбенен қамыр илейміз. Міне осылай қамырымызды жұмсақ қылып илеп алғаннан кейін салафанға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып аламыз. Енді ары қарай орташа көлемдегі 3 дана жұмыртқаның ақ уызын алып, шетінен себелей отыра қантымызды салып, миксерменен аппақ болып көпіргенше араластыратын боламыз. Міне осылай ақ уыз бен қантымыз аппақ болып көпіру керек. Осылай төңкерген кезде ақ кетпейтіндей болып керек. Үстіне бір ас қасық кукуруз крахмалын салып, тағы да бір араластырып жіберетін боламыз. Міне құрметті көрермен, меренгамыз осымен дайын. Енді осы меренгамызды бір шетке қоя тұрамыз. Және алдын ала дайындап алған қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Бір бөлігін дайын 23-24 диаметрлік формаға немесе осылай мен сияқты кольцоға бір келкі тегіс қылып осылай жайып алатын боласыздар. Ары қарай қамырымыз пешке түскенде көтеріліп кетпес үшін шанышқының көмегімен осылай шаншып қоясыздар. Меренгамызды да теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз да бір бөлігін осылай қамырдың үстіне жайғастыратын боласыздар. Бір келкі тегіс қылып. Міне меренгамыз жайғастырып алғаннан кейін ары қарай қалаған жидектеріңізбен қалауларыңызша әсемдеп алдын ала ысып тұрған пешімізге пісіріп аламыз. Екінші қамырымызды да дәл осылай қылып пісіріп алатын боласыздар. Ары қарай кремімізді дайындайтын боламыз. Кремімізге сливкиіміз, творожный сыр және қант ұнтағы немесе шекерімізді барлығын бір келкі қосып, крем болғанша осылай араластырып алатын боламыз. Міне осылай кремімізді кондитер мешогына салып алып құйсаңыздар болады, немесе жай былай қарапайым түрде де салсаңыздар болады. Бізге крем тек қана ортасына қажет болады. Барлық кремімізді осылай құйып алғаннан кейін әйбатлап тегістеп жайғастырамыз. Міне осылай кремімізді бір тегіс қылып жайып алғаннан кейін екінші дайын коржымызды үстіне слой қылып қойып, осылай креміміз әбден қатқанша тоңазытқышқа қойып алатын боласыздар. Міне құрметті көрермен, торттан еш кемі жоқ, жұмсақ әрі тез жасалатын, аузыңызда еритін пирог дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне достар, ұнаса каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайктарыңызды басып қолдау білдіріп, комментарияға пікірлеріңізді жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы, келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар.